Әр адамның жүрегінде ерекше бір мекен бар. Бұқар Жырау ауданы, Сарытөбе ауылы. Сары даланың төсінде орналасқан қасиетті мекен Бұқар Жырау ауданы, Сарытөбе ауылы. Бұл тарих пен табиғат үндескен киелі өлке. Бұл өңір ата-бабадан қалған асыл мұра, ұрпаққа аманат болған туған жер. Ауылдан 7 шақырым жерде, тау бөктерінде мөлдір бұлақ ағып жатыр. Бұл бұлақ тіршіліктің көзі, табиғаттың жүрек соғысы іспетті. Осы бұлақ маңында ерекше бір табиғи нысан бар. Ол үш көктерек. Алғашында бұл жерде небәрі 3 ғана көктерек өсіп шыққан. Халық арасында бұл ағаштардың шығуы туралы аңыз кең таралған. Ертеде осы өңірде елін қорғаған 3 ер азамат өмір сүрген деседі. Олар туған жер үшін жанын қиып, халық жадында мәңгі қалған. Сол қасиетті жерде 3 ағаш өсіп шыққан екен. Бұл ағаштар ерлік пен бірліктің символына айналды. Уақыт өте келе 3 көктерек шағын тоғайға айналды. Бұл табиғаттың да, тарихтың да жалғастығын білдіреді. Бүгінде Сарытөбе ауылында еңбекқор, қонақжай халық өмір сүреді. Ауыл тұрғындары ата дәстүрді сақтап, берекелі тіршілік кешіп келеді. Ауылда 600-ге жуық тұрғын мекендейді. Мұнда әр отбасының туған жерге деген сүйіспеншілігі ерекше сезіледі. Сарытөбенің негізгі кәсібінің бірі мал шаруашылығы, әсіресе қой бағу атадан балаға жалғасқан кәсіп болып саналады. Сарытөбе тұрғындары мал шаруашылығымен қатар бау-бақша өсірумен де айналысады. Ауылдағы жайқалған бақтар мен жеміс ағаштары ауыл еңбегінің берекесін көрсетеді. Ауылдың жүрегі Сарытөбе мектебі. Бұл білім ордасынан талай шәкірт түлеп ұшып, ел болашағына үлес қосып келеді. Мектеп тек білім беретін орын ғана емес, ұлттық тәрбие мен рухани құндылықтарды дәріптейтін қасиетті мекен. Сарытөбе тарихы терең, табиғаты көркем, мұрасы мәңгі өлке. Туған жердің әр тасы мен әр бұлағы өткеннің ізі болашақтың